Ал қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін сабағымыздың соңғы күні және де мен уәде еткен тақырып ақша потогын ашу жолдары қандай. Ақшаға қатысты информацияларды осы эфирда бар білгенімен бөлісетін боламын. Және де сабақты қорытындылаймыз. Ескерте кетейін, Құдай қаласа осы ертең аргүні құрып шайымды өткізіп аламын. Және де менде екі үлкен жоба тұр. Бірінші жобам ол фокус бір ай бойы сізбенен күнделікті мотивация беріп отыратын жоба. Екіншісі наставничество, топтық орта создавать ететін, ортамен бірге өсетін, бірақ бұның бір носы бар. Тек қана шымкенттіктер ғана бұл ортаға қосыла алады. 2 ай бойы бұл жүзеге асырылады. Офлайн түрде кездесіп, кэшфлоу ойын ойнаймыз, мак карталармен, психологиялық тренингтер, парақшаңыз болса оны дамытудың жолдары, нишаңыз жоқ болса нишаңызды қалыптастырып, бренд қалыптастыратын 2 айлық үлкен жоба болады. Құрып шайдан кейін оның бағасы 300 000 теңге 2 айға. Ал фокустың бағасы сол баяғы 7 000 теңге. 1 айға 7 000 теңге мотивациялық не болады. Редпен төлеу үшін бағасы 7500 теңге болады. Фокустың күнделікті мотивация, күнделікті осылай байланысқа шығу 30 күн бойы. Фокустың бағасы сондай. Так. Түсінікті деп ойлаймын. Және де бүгін ақша тақырыбында сөз қозғайтын боламыз. Жаңа мен WhatsApp'та сіздерге қатты айтқан кезде кімнің эгосы дір ете қалды. В смысле, мынау кісі болып өтіп тұр. В смысле, ол крутой шығар. В смысле деген кімде сондай не қалыптасты? Ой қалыптасты. Немесе эгосы көтеріліп кетті. Фокуста әр күні әртүрлі тақырып қозғалады. Фокуста әр күні әртүрлі тақырып айтылады. WhatsApp'та болмасаңыз болмай қойыңыз, ол жерде маңызды ештеңе айтып жатқан жоқ. WhatsApp'қа жазсаңыз, мен сізге неғып берем. Қоса салам. Так. Енді қараймыз. Егер смысле бізде адамда сенде деп айта берейікші, сенде смысле мынау крутой шығар, смысле мынау өзінше шығар, смысле біз сонда ақша төлеп қатсамыз, смысле біреулер неге ақша төлемейді деген сенің біреуді кінәлауың, оның үстінен сот болып осуждать етуің, бұның барлығы біздің ақшамыздың азаюына, вообще ақшаның келмеуіне қатты әсер етеді. Ақша қандай адамдарға келеді? Ақша на позитиве 2 вибрация бар ғой, бізде білесіздер ма? Жоғары және төмен 2 вибрация бар. Жоғары вибрацияларға позитив кіреді бізде. Позитив, мақсаттарды плотно жазу. Маған осы темада мынау жоғары вибрациядан көрі төменгі вибрацияны түсіндіру оңайлауда. Бұл жерде төменгі вибрацияда сенде негатив ойлар, негатив, қорқыныш, үрей, өкпереніш, ашылза. Бүгін мен жаман шаршадым. Азанда түнде сағат 2:30-да жатқам, азанда сағат 6:30-да тұрдым ба. Мен әлі жүрмін, не деген энергия. Төменгі вибрацияда тұрған кезде адамның ақша потогы келеді ақша. Ақша келеді, бірақ ол либо берекесіз болады, если сен мынандай негативный ойда тұрсаң. Ақшаң либо берекесіз болады, либо ол ақша келмейді. Келген күннің өзінде сенің қажеттіліктерін өтеуге шамасы жетпейді. Ал мынау жоғарғы вибрацияда біз просто так осылай ақша табамыз. Мысалы қараңыздар, менің бастапқы ниетім бұл сабақты ашқанда қандай еді? Тегін өткім келеді. Бүкіл информацияны просто так бұл айда тегін құлшылық жасағым келеді дедім.
дедім да, бірақ ойландым. Жоқ, тегін болса вообще андай 1000 теңгенің өзіне адамдар бүйтіп әңгіме айтады да. Мысалға, қымбат курстарға барсаңыздар, қымбат курстар алған болсаңыздар араларыңызда, қымбат курстың адамдары адекватный адам сияқты отырады. Қашан ана кісінің сабақ өтетін ұстаздың қолы босайтынын күтеді. Қашан өтесіздер, давайте босаңдаршы деп айтатын адамдар осындай арзан чекке оқиды, немесе міндет қып оқиды, өзінің келген как будто айданаға міндетті. Сондай адамдар біріншіден ондай қымбат курсты алмайды да. Қымбат курсқа осознанно, бұрында осы сөз түсінбейтінші, не үшін айта береді деп, осознанно өсемін, өзгеремін деп келетін адам ғана сабырмен күтеді. Ал мына 1000 теңгелік тегін 5000 теңгеге дейін курстарда адамдар жеп қояды ғой. Неге жеп қояды? Себебі оның 5000 1000 теңгесі кетіп қалады да. Сол 1000 теңгеге 2 самса да келе ма? 2 самса келеді ғой. Сол 2 литр кола да келмейді ғой, келе ма? 700 теңге тұрады, келеді. Сол 1000 теңгесі кетіп қалды ғой. Соны до конца добивать етіп, мына жақтан жұлып, алқымнан алып, босай деп, сондай да адамдаршы. И от сондай ниетіне қарай, сондай ақша келеді оған. Осы жерде келсесіңдер ма? Мен уже қанша практикамда 99-9 осындай адамдар тола. Ескерте кетейін, бұл менің ең арзан чекке оқытқан ең соңғы сабағым. Бұдан кейін сабақтар бұндай бағада болмайды. Және де ең арзан сабағым сол 7000 теңгелік фокус сабағы. Ода не деген энергия ма? Bir ай бойы саған күнделікті осылай қақсап, сарнап, күнделікті телеграмда сенімен жұмыс жасалынады. 7000 теңге оның бағасы. Хотя соны 10 000 теңге қою керек. 7000 теңге қылып тұрмын пока что. Ал наставничествоның бағасы ол енді офлайн жұмыс. Офлайн жұмыс. Шымкент қаласынан босаңыз, өзгерем, орта табам. Короче, полный инстаграмды реттеймін, полный ойымды, ол жерде трансформация болады. Миыңмен. Офлайн кездескен кезде біріншіден энергия бар. Қаншама жұмыс жасалынады. И ол жерде бір мен емеспін, ол жерде адам көп. Үйрететін адам көп. Сондықтан да 300 000 теңге 2 айға, и оны рассрочкамен бөлу өте выгодно сияқты. Себебі ол 300 000-нан төмен оны қоя алмайсың да. Ол Мак-картаны мен үйретпеймін, қыздар. Мен сендерге үйретем деп уәде берген жоқпын Мак-картаны. Если мен наставничествоға келетін болсаңдар, Мак-картамен разбор жасалынады. Трансформация. Мак-карта адамның түйсігіне енеді. Ішкі, мен айттым ғой, піл. Ішіңде не бар екен через Мак-карта арқылы білінеді. Ал кэшфлоу деген ойын, көбің сұрайсыздар ғой, мен кэшфлоуды 7-ші рет ойнадым ба? Кеше 7-ші рет потоки, квантовый скачок жасап тұрған кезінде. Фокус сразу уже төлем жасай берсеңіздер болады. Күнін қоям да, соған дейін. Макты сіздерге разбор жасамайым, мен сіздерге уәде берген жоқпын жасаймын деп. Мынандай да, фокусқа уже төлем жасай берсеңіздер болады. Бір күн бастап кетеміз дейміз, солай қосыла бересіздер. Бүгін тақырып ақша потогі болғандықтан ақша жайлы сөйлесіп жатырмық. Ақша қандай адамға келеді? Жоғарғы вибрациядағы адамға просто так былай келеді. Ал төменгі негатив, жұрттың бәріне кісі болып, жұрттың бәріне өзінше болып, үйте самай ма, бүйте самай ма, күрті шығар деген сайын сен өзіңе ақшаның жолын жабасың. Түсінікті ма осы жер? Енді ақша келу үшін адамда бірінші не болу керек? Сұраққа жауап беріп жүресіздер ме кері байланыс ретінде? Ақша болу үшін адамда не болу керек? Қызылордадан болсаңыз тек қана фокусқа қатыса аласыздар. Онлайн қатысқыларыңыз келсе тек қана 7 теңге фокусқа ғана қатыса аласыздар. Фокустың қыздарына негізі повезло болады. Себебі мен ізденем ғой, қандай инсайт алсам, сразу сонымен бөлісем. И ары қарай адамдар андай қалады. Адамда не болу керек? Дұрыс. Энергия, дұрыс. Энергия. Ақша болу үшін адамда не болады? Энергия. Енді энергиямен бізде ақша не? Энергиямен
ақша тең. Энергия мен ақша екеуі тең. Қабілет емес. Энергия мен ақша екеуі тең. Арман, мақсат, әрекеттерің беспонтовый, четкий планың беспонтовый, если сенде энергия болмаса. Ақша тақырыбы, қыздар. Бүгінгі тақырып ақша тақырыбы. Ақша потогын қалай ашамыз? Ақша бізге қалай келеді? Ақша не үшін бізге келмейді? Соны разбор жасап берем, және де эфирді қорытындылаймын. Сенімге де байланысты емес. Энергия. Енді қараңыздар. Энергия екенін түсіндік. Энергияның ең мықтысы энергия жайлы. Неге курс? Нұрзе, сіз парақшадан шығып кетесіңізші. Сіздің мына жердегі неңіз бізге керек емес. Енді осы энергия көтеру жолын көрсетемін. Энергия көтерудің бірнеше жолы бар. Соны айтам сіздерге. Осылай тақырыпқа қатысты қойыңыздар. Бұл жерде я ведущая ғой, короче. Бұл жерде мен мұғаліммін. Если мен шарттарыма духың шыдамаса, эфирден шығып кете сал. Бүгінгі сабақ эгоны сындыру сабағы. Эгоны сындыру сабағы. Бүгінгі сабақ эгоны сындыру сабағы. Қарызым көп дей бермей, табысым көп деп табысты арттыру керек бізге. Табыс көбейген кезде қарыз автоматом жабылады. Егер қарызымнан құтылсам десең, саған қарызыңды құтылатын ғана сумма беріледі. Сен мысал үшін, например, 200 мың немесе 1 миллион қарызсың да банкке. 1 миллион қарыз болсаң, сен ай сайын осы қарызды бөлген кезде 200 мың теңге ай сайын құюың керексің да банкке. Кредитінен құтылу үшін 200 мың теңге ғана саған қарызынан құтылғым келеді десең, 200 ар кетсе 250 мың теңге саған табыс келуі мүмкін. Неге? Себебі сен қарызымнан құтылсам болды деп мына жаққа сигнал бердің. Сен табысыңды арттырғым келеді десең, сен табысыңды арттырсаң, сен по-любому мына қарызды құтыласың. Ал сен қарыздан құтылғым келеді десең, саған сол қарызды құтылуға ғана сол сумманы береді, бірақ қаяқтан қысады? Сен адам болғаннан кейін қыдырасың, тамақ ішесің, білімді жетілдіресің, осында курстарға қатысасың, той-пойға барасың, араласатын ортаңа, бала-шағаңа бір тәтті-пәтті бересің, магазинге жұмсайсың. Сен ай сайынғы расходың жай әшейін 50-100 мың да. 50-100 мың теңге сенің ай сайынғы расходың. Сен сонда Құдайдан сұрап тұрсың да 200 мың қарызың жапсам болды деп. Сол жердегі, мына жердегі 50-100 мың теңге бермейді ғой саған. Бермеген екен сен, не қиналып жатырмын деп шығасың да. Сол үшін максимально сұра. 200 мың қарызыма жабам, 100 мың теңге прочие расходы, 100 мың теңге той бойыма деп. Олны мен бірінші сабақта түсіндірдім. Қалай табысты мақсатқа реально четко жазу керек екен, миларыңызды қозғап тұрып түсіндірдім. Так, кеттік, қарыз темасын жаба салайық, осымен түсінікті деп ойлаймын. Енді энергияны қалай жинаймыз? Білейін, қыздар, мен осы энергияны қалай жинау керек екен түсінген кезде менше андай жеңіл ұшып рахаттандым ғой. Білесіңдер ме? Мен андай қалай айтсам болады бұл нәрсені ше? Айта берейінші. Энергияның ең үлкені не деп ойлайсыздар? Қыздар, эфир сақталады. Энергияның ең үлкені не? Сіздер ше, қай құлақтарыңызбен тыңдайсыздар? Сұраққа жауап берекші, энергияның ең үлкені не? Кеше ана наставничествоны ашам деп жатырмын ғой, енді ана мықты мамандар жалдап, кәдімгідей энергияның ақша емес, сөйтсек айтады ғой. Ана қыздардың барлығы айтады да, енді эксперттердің барлығы.
бүйтеді да, айдана, нөлден бастағандарды алмайықшы, наставничествоға, тобымызға, ортаға алмайықшы, нөлден бастағандарды алмашы, пожалуйста. Хотя бы бірдеңені түсінетін, хотя бы бір курстарды оқыған, сәл саморазвит адамды алайықшы дейді ғой. Ала берейікші, нөлден бастаған адамды үйретеміз ғой. Білесің ба, оған энергия көп кетеді. А десең Б деп тұрады, айдана. 10 адам алғанша хотя бы 2 адам алайықшы, бірақ действительно миында сәл бірдеңе бар адамды алайықшы. Сен ертең берген 300 000-ды сығып, сенің нервыңа тиіп өлтіреді олар дейді да. Жоқ деймін ғой. Жоқ, бұйырған адам келеді, и біз оған үйретеміз. Пожалуйста, нөлден келеді адам келмесінші дейді. Қызық қой. Енді қараңыздар. Біреуіңіз айтқан жоқсыздар ғой. Энергияның ең үлкен кекс емес. Энергияның ең үлкені шүкіршілік. Шүкіршілік. Банальный, шүкіршілік. Энергияның ең үлкені шүкіршілік. Қалай сонда деп? В смысле деп ойлап қалдым ғой, Сіздер осы өмірлеріңізге біз негізінде шүкір ғой енді дейміз да. Шүкір ғой дейміз да. На самом деле біз қазіргі өмірімізге сезініп, Аллахым, осындай өмір бергеніңе шүкір. Просто ауызбен шүкір деп емес, сезініп, Аллаға сансыз шүкір. Мен, Аллахым, сенің маған берген нығметтеріңді мен көрмейді екенмін, оказывается. Садақа беру емес. Шүкір ең мықтысы. Сен Алла Тағалаға шүкір еткенде, Аллаға бойсынып, Аллахым, менің 12 мүшем сау, көздерім көреді, қолдарым, аяқтарым істейді, бала шағам бар, күйеуге тиіп, қазір қырсық та болсын, осырақ болсын, шалым бар. Ұрсатын болса да әтеуір енем бар. Нормально тұрып атқан үйім бар. Шүкір деген кезде бізге автоматты энергия, ең мықты көтеретін нәрсе ол энергияны шүкіршілік екен. Просто ауызбен емес, ауызбен бля емес, сезініп, прям эмоция, Аллахым, қараш, қандай әдемі қылып жаратқасын. Қараш, мына жерде ұрсып отырып, 50 адамға сабақ өтіп отырмын деген сияқты шүкір айту да. Түсіндіңіздер ма? Айту да емес, ету, прям сезіну. Вот соны сезінген кезде сенде денең дірілдеп кету керек та. Дірілдеп кеткен кезде сен қазір ғана бір нәрсеге өкпелеп ұрсып отқаның ұмытылып кетеді да, саған бірде сәт автоматом күш пайда болады. Күш деген не? Қуат. Қуат деген не? Орысша энергия, қазақшасы қуат. Түсінікті ма осы жер? Энергияның ең бірінші нәрсесі ол шүкіршілік. Біз не үшін энергияны айтып отырмыз? Ақша тақырыбында қозғап отырып, себебі ақша бізге за энергию келеді. Сен қаншалықты энергичныйсың, сен соншалықты ақша табасың. Сен дохлый болып жатып, ұйықтап, деп жүрсең, саған ешқандай ақша келмейді. Сен 1000 жерден мотивация оқы, сен жатып алып, бүкіл бақара аятыл күрсілерін қойып қой, ешқандай да ақша келмейді. Сенде біріншіден энергия жоқ, энергиясы жоқ адамға ақша түгілі адам жақындамайды. Түсінікті, біріншісі шүкіршілік. Енді мен ойлаймын, бұл жерде әйелдер отыр деп. Бұл жерде кілең әйелдер отыр, өңшең әйелдер отыр деп ойлаймын, еркектер жоқ қой. Енді қараңыздар. Мынандай. Әйелдің энергетикасы. Мен осыны сезінген кезде, білейін, қыздар, ұштым ғой. Мен осы уақытқа дейінше жынды болып жүрген екенмін. Түсінбеген ғой. Мен соны қалай түсіндім, көзімде от пайда болды ғой. Кәдімгідей Аллаға сансыз шүкір, соны маған түсіндірген. Оны мен сіздермен бөліскім келеді. Бұрында осы теманы біреулер айтса, жынсың ба, дурасың ба, айта бересің сен деп сөйтетімін ғой. Мен қалай өзім соны түсіндім, рахат болды ғой.
сұрақ қояйын. Әйелдің энергиясы қай жерде, еркектің энергиясы қай жерде? Давайте, кім бірінші табады екен? Сосын жалғастырамыз сабақты. Әйелдің энергиясы қай жерде, еркектің энергиясы қай жерде? Кешіріңдерші, мен түнімен ұйқым дұрыс болмады, сол үшін есінеп отырмын. Қыздар, матка дейді, жатырда дейді. Сосын әйелдің энергиясы мида, точка жида, женскийда дейді. Әйелдікі матка дейді, жатыр дейді, матка дейді. Мида емес, жүректе емес. Күлкісінде де емес. Қараңыз. Ойбай, әдемі локациямды құрта берді-ау. Қумаңдар, қатын разылығында. Şimdi kup kodasını söyleyeyim. Негізі kup kodamız var. Қақтан шығарып аласыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Әйелдің энергиясы маткасында. Еркектің энергиясы белінде. Кіндігінен төмен, кіндігін айналысы белінде. Қайдағы жұқ шығарып аласыңдар. Шынымен ше, базар жұқ ше. Қатын қағыс естіп деген осы ғой. Еркектің энергиясы белінде, әйелдің энергиясы жатырында. Енді қараңыздар. Не үшін айтып отқанымды білесіңдер. Бізге ақша керек. Ақша керек, ақша не үшін керек? Энергия. Ақша энергияға ақша келеді. Ал біз сол энергияны қақтан аламыз. Шүкіршілік етеміз. Қуып кеттіңдер қыздар. Қумаңдар. Айтып қойды ғой жауабын. Енді қараңдар. Бізге ақша керек. Біз не энергия жинаймыз? Сөйте тұра, неғып маған ақша келмейді, неғып мен қаржылар көтем дей бересіңдер. Ал енді қараңдар, энергияны айттым. Энергия бізде неде? Жатырда. Ең басты энергия. Айтады ғой, әйел энергияны әңгімелесе алады, ақша алыса алады, үйтсе бітсе. Басынан кілт әйелдерді жатырда, еркекте белде. Енді қайтып көтереміз. Түнімен кек істейміз деп айтпай қой. Мынандай. Енді қараңыздар. Менде бір оқиға болды. Біз әйелдер, мен өзім ақша тауып жүргеннен кейін, ақша тауып жүрген әйелдер көбінде өзінің еркектерін мойындай бермейді екенше. Ақша тауып қалған әйел өзінің еркегін мойындамайды екен да. Өзін күшті санайды ғой. Сосын көп психологтар айтады, не деп? Өзіңе сен, еркегіңе сенбе. Өзіңе сен, екі босағыңа сен, еркегіңе сенбе деп тұтаған ғой. Мен соған какта сеніп қаптым. Енді бір күні менде мынандай болды. Бір күні өзім тұттым. Өзім басынан, мысалы, сөйттім да, пастар жуып тұрған ғой, сөйтіп ойладым, мен инстаграм жоқ болып қалса, менде қосымша табыс жоқ болып қалса, мен не істеймін деп ойладым ше. Прям сөйтіп ойладым. Менде табыс болмай қалса, инстаграм вообще жоқ болып кетсе, не істеймін мен деп ше. Сөйтіп ойландым да, мен бес болашағым қайтып асыраймын. Не болады деп жаман думка кіріп кеткен ғой. Бір кезде резко есіме түсті сол оқиғаны. Әлі ұмытамаймын да, осы. Сөйттім да, бірдесін есіме түсті. Жындысың ба, Айдана, сен күйеуің бар емес па? Сен неме ойлап тұрсың деп ішкі санамда, түп санам сөйлеп кеттім, бір болды. Бірдесен, как будто мен сонда күйеуім бар, барлығы нормально сияқты ғой, бірақ біз ақша табатын әйелдер көбінде.
осы именно ақша табатын әйелдерде болады ше. Күйеуімізді сенбейміз да оларға, и сосын өзіміздің өмірімізде, кәдімгі вроде өмірімізде бар болғанмен, былай санамызға күйеудің ақшасын бүйтіп қоспайды екенбіз да, өзін қоспайды екенбіз. Сонан сөйтіп, мен күйеуім бар емес, мен не ойлап кеттім, астағфиралла деп, жүгіріп күйеуіме бардым. Сөйтіп, ыбырай кешірші мен деймін ғой, сөйтіп бір бәле бүлдіріп қойды деп ойлады. Менше ол, мен андай әртүрлі нәрсе істеп жүремін ғой деп, бір эксперименттер, бір андай, негізінде бір косячницамын ғой мен. Әртүрлі нәрсе істеймін да, істеп бүлдіріп болған екен барып айтамын да, оған ше алдын ала айтпаймын ғой. Кешірші, мен бірдеңе, мен саған бірдеңе айтамын, ренжімейсің ба деп айтып отырмын ғой. Сөйтіп, не болды деп айтсайын дейді. Кешір, мен сені, қыздар, қумаңдаршы. Нөлме табыс қақтан, мен сендерге бизнесмен емеспін ғой, мен сендерге жол айтып жатырмын. Мен сендердің саналарыңды ашуға көмектесіп жатырмын. Сөйтіп күйеуім айтамын ғой, сөйтсем күйеуім, кешірші, менше, мысалға, менде табыс болмай қалса, мен қайтып күн көремін деп қорқып кеттім да, мен есіме сен түсіп кеттің да. Сөйтіп, сен күшті мамансың ғой, сен ақшаң көп қой негізінде, мен білмеймін, бірақ саған онша сенбегеннің кесірінен жаман ойға батып кеттім, ренжімеші, мен кешірші. Сен біздің асыраушысың ғой, сен біздің немізсің ғой. Білесің ба, Құранда еркекке бүкіл үйдің ризығын, бала шағаның, әйелдің ризығының барлығын еркекке береді екен, әйелге ештеңе бермейді екен. Кешірші, сен де күйеуім болып тұрып, мен жаман ойға беріліп кеттім деп ананы айтсам, маған күйеуім қарап қапты да. Оған дейін мен бұндай темада сөйлеспеген екенбіз. Қарап қапты. Сен неге уайымдап жүрсің? Мен бармын ғой. Не болып жабылса жабылар, мен бармын ғой, неме уайымдасың? Мен асырайын, мен тұрғанда уайымдама. Ана жерде бар ғой, менің миымда төңкеріс қой. Сонда мен осы уақытқа дейін, ол да ақша табады ғой, мен де ақша табамын, бірақ андай женский энергия бар ғой, женский энергия қоспағам ғой вообще. Төребек Бекбауовтың сабағында былай айтқан маған ше, маған емес, бәрімізге айтқан ғой. Әйел қаласа жұмыс істесін дейді, қаламаса істемесін дейді. Если әйел қаласа жұмыс істесін, қаламаса істемесін дейді. Енді қандай жағдайда жұмыс істесін дейді әйел? Әйел на расслабоне жұмыс істеу керек. Әйел на расслабоне, рахаттанып тұрып жұмыс істеген кезінде оған ақша өзі іздеп келеді. Мен бүгінгі бір сабақта ең басты инсайтты айтқым келеді. Ақша өзінің жұмысын жақсы көріп, нарахате, кайфово, ана жұмысты істегеннен кайф алып, ол әйелді вообще шаршатпаса, рахаттанып тұрып істесе, ол жұмыс оған энергия берсе, ол жұмысты әйел істеу керек. Ал егерде менде мынандай еді, алдында өткізем, инстаграмда бір курстар өткізем, кәдімгі нервный пиндодо, трендел деген бәле курстар өткізген кезде мен өте қатты қиналдым. Сол кездері тапқан ақшам нервпен кетті ғой, нервымды емдеумен кетті да. Заттары, как раз карго неге түсіп қалды ғой, карантинге түсіп қалды, жұрттың барлығы затым қайда деп оқуым желкемнен шығып, сондай бір стресс кезінде бала шағам маған қарай алмайды ғой, мен бала шағама қарай алмаймын, нем жоқ. Күйеуім бірдеңесі кетші бар, сен мен түсінбейсің деп, мен ұрсып кеттім бай, бала шағаларыма вообще внимание жеткізе алмай кеттім да. Сөйтіп, до того қиналғам ғой, табыс таптым, реально таптым да. Бірақ қандай қиыншылық болды да менің басымда. Жанымды қинап тастағам ғой ана жерде. Мен түсіндім, что күйеу асырау керек, күйеу табу керек деген кезде, мен басында Төребек ағай өйстіп айтқан кезде, әйел қаласа істесін, қаламаса істемесін, күйеу асырасын деген кезде, ол тек қана менің ойыма ғана барған, күйеуім оны онша түсінбеген ғой. Сөйтіп мен бүкіл шаруаларын бәрін жинастырып тастаймын да. Күйеуіме айтамын ғой, давай сен мені асыра, сен негізі міндетің екен ғой, давай маған мынандай ақша бер, маған мынандай керек деп қуып кетемін ғой. Қуып кетемін. Сол кезде көп деген әйелдер қуып кетті да.
Неге? Себебі ол оны просто айтты, оның осознанно түбінде түсінген жоқ та, оның миына барған жоқ. Оған істе деді, істеп кетті да. Бірақ ол не үшін олай айтылғанын түсінбеген да. А мен соны не үшін олай айтқанын түсіндім ғой. Сөйтіп күйеуіме бардым да, осознанно сондай ой келді, күйеуіме айттым. Сөйткеннен оған біздің ең басты күйеуімізге, негізі күйеуіме қарым қатынас деген бір сабақ арнау керек ше. Фокусқа қатыссаңыздар айтамын. Біздің күйеуімізге ең басты беретін нәрсеміз ол біздің сеніміміз плюс кексіміз деп. Біздің энергиямыз жатырда болғандықтан, біз оған через жатыр арқылы как-никак береміз ғой. И плюс біз еркекті өсіру үшін мықты еркектің артындағы мықты еркектің артындағы королева әйел болуымыз үшін біз еркекке мықты сенім беруіміз керек екен ғой. Сенің күйеуің садикте качегар болсын, автобус айдасын, сенің күйеуің әшейін даладағы дворник, есік алып сыпыратын дворник болса да, әйел адам оған жан сен қолыңнан келеді, сен бізді асырай аласың, сен мықтысың, сенің миың, мен айтамаймын, сен күштісің деп, прям біз саған байлаулымыз, бірінші Алла, екінші сен біздің асыраушымыз деп, біз тупо күйеуімізге өзімізді тапсырған кезде, ана диванда пульт ұстап алып отырған әйел еркектің өзі тұрып жұмыс істейді екен да. А біз не істейміз? Күйеулеріміздің алдында, мен өзімнің өмірімді айтсам, мен алдын күйеуіме соперник болған екенмін ғой. Соперник. Өзім қазір қарап отырсам, сол кездер соперник болған екенмін да. Прикиньте, бір біләрман психолог айтады ғой. Мен айтамын, 2017-ден бері психология саласын зерттеп жүргеніме. И айтады да, бір психолог, құнды әйел болғың келсе дейді, бүкіл құндылықтардың бәрін бойыңа сіңір дейді. А мен тупизм, құнды әйел болам деймін да, алтын палтын алам, құнды әйел болам деймін да, шубалар алам, құнды әйел болам деймін да, машина мініп алам, өзім атыма жазып алам, оншы. Құнды әйел болам деймін да, үй алам, бәрін өзім атыма жазып алам ғой. И маған қыздар нервы тимеңдерші. И құндылықты көп адамдар құндылықты немен түсінеді да? Ақшамен ойлайды да. Ақшамен құндымын деп ойлайды да. Ақшамен құнды болам деп ойлаған әйел ең ақымақ әйел. Ақшамен мен күйеуімнің көзінше құнды болам деген әйел өте ақымақ әйел екен. Себебі мен өзім басымнан өтті да. И мен Lexus машина менің атымда еді да. И ол Lexus машинашы бұзылып қалады, бір проблемалар болса, менің күйеуім жөндемейтін, інілерің айт дейтін. Інілерің айт, жөндеп берсін депші. Кейін мен түсіндім да, негіз дұрыс деген жоқпын мен депші. Содан кейін барып, одан кейінгі машинаны күйеуім атына жаздым, оны сенікі, мен ештеңе жоқ. Какая разница, оның аты не, менің атым не? Просто жаңа ғана мен дұрыс түсінбеген кесір ғой. Сөйтіп өзі кейінгі машиналардың бірін өзінің атына жазды ма, аналарды жалап, сүйіп, машинаның поликтеріне дейін алып, магнитофондарын өзі ауыстырып, прям махаббатпен, уже оныкі ғой. Прикинь, еркектің басты миссиясы, еркек негізі хищник қой. Еркектің жаратылысы, еркектер жаулау үшін келген да, жаулау, әйелдерді, любой нәрсені жаулау, олардың табиғаты сондай. Біздің табиғатымыз кайф алу, рахаттану да. Еркек жаулау. Машинаны жаулады, анда үй алады, әйелдің жүрегін жаулайды. Жұмысында, жетістіктерге жетеді, ол жаулау арқылы жетеді да. А біз жетістікке рахаттану арқылы, өзіміздің әйел екенін сезініп, кайфпен, прям еркелеп, сондай. Енді құндылық қай жерде деген түсінік қалыптасу керек қой, сендерде сұрақ келу керек қой. Сонда біздің құндылық, сонда біз ақшамен құнды болмаса қалай құнды боламыз деп. Құндылық
осындай мына нәрселер түсінік келді ғой. Мен басында құндылықты ақша деп ойладым. Кейін мен уақыт өте келе іздене түсіндім ғой. Оказывается, құндылық деген ол адамның ішіндегі құндылық та, мына общем осознанно да түсінесің да бәрін. И мен күйеуіме бәрін тапсырдым ғой. Бұл Мальдивке барған кезде вообще айттым. Андай кәдімгідей контракт сияқты жауапкершілік алып аласың ғой. Бұдан кейін мен әйеліме, бала-шағама бәріне өзім жауаптымын. Бұлардың киімі, тамағы, бәріне мен жауаптымын. Әйелім ешқандай жұмыс істемей қойса да мен жұмыс істемей та қойсын. Мен асыраймын деген, мен өзім сондай болдым. Сендер де күйеулеріңді сөйтіп албасаңдар болады. И еркек сезінеді да өзінің үйде ең бірінші тұлға екен. Ол еркек еркекпен жатпайды ғой, еркек әйелмен жатады да. Еркекке сен нақтан табыс тауып соперник болып кетсең, еркек сенімен жарысады да. Короче, семьяда не болады. Енді мен айтпаймын да, что сен жұмысыңды, осы Төребек Бекбауовтың сабағында көп қыздар өзінің істеп жүрген жұмыстарын тастап кетеді ғой. Неге? Себебі біз еркегіміздің жолын жауып жүріп екенбіз. Біз қазір жұмыс тастасақ, күйеуіміз күш тауып кетеді деп ше. Ол осознанно келмейінше, ол күйеу де, әйел де осознанно түсінбейінше бұл нәрсені өйтіп рисковать етіп тастап кетуге болмайды. Мысалы үшін мен қазір мысалы қарасаңдар реклама алып жатқан жоқпын. Рекламаны басы көз жоқ, ұтыс өткізіп жатқан жоқпын. Хотя бы ол жерде ұтыс бар. Гиф өткізбеймін, я. Мысалға, маған қазір психологияны түсіндіру кәдімгідей қиын болып жатыр да. Мысалға, сіздерге ақпарат беру, Инстаграмда мынау комментарияларға прикол ұстап жазған комментариялармен мен кәдімгідей жұмыс жасадым. Маған өте ауыр болды да. Бірақ мен жаным соны қалайды. Менің жаным осылай сіздермен бөліскенді қалайды. Мен сіздерге бірдеңені үйретсем, менің негізгі миссиям үйрету болғандықтан, мен сіздерге үйретсем, ана жақтан Алла Тағала менің жолымды ашады да. Сондай нәрсе ол. И мен осылай сіздерге айтқан сайын мен шаршамаймын, рахаттанамын ше. Хотя бір адамның түсінігіне оң әсер етсем, мен одан кайф аламын да. И енді қараңдар, сонда менің мынау жұмысым біздің отбасында қандай кедергісі бар? Ешқандай кедергісі жоқ, я. Мен рахаттанып отырып сіздермен жұмысымды істеп жатырмын, рахаттанып отырып съемкаға түсемін, рахаттанып отырып, бұрында ондай емес еді. Отыз жаңағыдай пиндодо, қандай вайлберс деген сабақтар өткен кезде напряженно табасың, көп табасың да, табыс табасың, бірақ напряженно да. И ол келген табыс саған берекесі жоқ. Оны қайқа кеткенде білмейсің. Сол ақша тәуіп емделумен кетті ше. Қайқа кеткенде өзім білмеймін сол ақшаны ше. Қазір мен 350 мың ба? 350 мың таптым ба? Сату рахаттан таптым да. И ол 350 мың не істеді деп ойлайсыңдар ғой. Түп санамен оқуға жұмсадым. Кэшфлоудың оқуын сатып алдым. 230 мың төледім. Кэшфлоудың оқуын сатып алдым. Еще квантовый физиканың оқуын сатып алдым. Прикиньте, білімге жұмсадым. Ең мықты дүние ол өзіңе деген инвестиция. Мен осы уақытқа дейін қаншама курстарды оқи бердім. Мынандай нәрсе бар. Курстардың барлығын қазір сендер бәрін оқып жатсыңдар ғой. Білім алып жатсыңдар, я. Орыстарда мынандай сөз бар ғой. Мен соны бүгін түсіндім ше. Жаңа Айжан деген менің визажистім бар ғой салонда. Сол екеуміз 4 жылдан бері екеуміз подружкамыз ғой. Боянып отырып сөйлесіп жатырық қой. Айжан, 4 жыл бұрын біз қандай едік, таза дура едік қой дейміз да. Хотя 4 жыл бұрын біз авторитетный адам едім да. Қазір мен мысалы үшін психолог болып, мысалы жынды болып сияқты болып жүрген шығармын, бірақтан сол кезде таза эгода бар кісі болған екен. Қазір мен қанша өзімен жұмыс жасадым, мақұл табысым азайып жатқан шығар, может оқырмандарым белсенді болмай жатқан шығар, оқырмандарым түсінбей жатқан шығар, бірақ мендегі ниет прям көмектесу да. Сонда Айжанға айтам, блин, сол кезде таза дура болған екенбіз ғой депші. Кезінде байқамай енеміз жамандап қойған, байқамай подружкамызды болмайтын бір болады ғой, бір жаман. Сондай нәрселердің бәрін біз білмегенбіз ғой. Қалай біз осознанно түсіндік да. Деп ол еще айтады ғой. Прикинь дейді да. Оның күйеуі қатал еді.
Прикинь дейді да, менің күйеуім өзгеріп кетті ғой дейді да. Мен өзгердім себебі дейді да. И күйеуім бүкіл жауапкершілікті алды ғой. Сонда екеумізде де өзгеріс бірдей болған да. Күйеуім бүкіл жауапкершілікті алды ғой. Маған істесең істе, істемесең қой деп айтты. На расслабоне дейді да. Рахаттанып тұрып ше. Қыздар, кэшфлоу сабағы, оны сіздерге алуға не стоит? Оны мен алсам болады. Енді оны алған екен, оның сабағы 300 000 теңге да. 300 000 теңге алған екен, сен оны ойнатасың адамдарға. Көп адам білмейді, ол бірақ денежный мышленияны, мына миды өте қатты, ақшаға қатысты өте қатты мышленияны дамытады ол. Ақшаға қатысты блоктар. Если сенде қазіргі таңда ақшамен қарым-қатынас, ақша келмей жатса, не үшін келмей жатқан бәрін, оны кэшфлоуды кем дегенде 10 рет ойнау керек. Денежный, енді қараңдар, не айтып жатырмын? Біздің негізгі өмірге келгендегі миссиямыз әйел болу. Просто рахаттанып жүру. Просто рахаттанған. Қазір менде рахат, шынымен рахат ше. Аллаға сансыз шүкір, сол себепті кэшфлоуды мен ойнатамын. Бәлен, Айнұр, сен жеп қойдың ғой. Кэшфлоу, мак терапия, оның барлығы терапия психологиялық. Оны мен онлайн өте алмаймын. Оны мен кездесіп қана өте аламын, топтық қылып. Сол үшін наставничествоға келген адамдарға солай, мысалға, ойлап жатырмын да, 2 ай болатын болса, 2 айда, 1 айда 4 апта болатын болса, әр 2 апта сайын ойнасақ, кем дегенде 6 рет ойнайды екенбіз да. Сол үшін ғой. Понимание, орыстың мынандай сөзі бар. Понимание придет потом деген. Бұл не үшін? Понимание. Қазір сендер білім алып отырсыңдар ғой. Ала бересіңдер. Мен 2017-тен бері алып келатырмын ғой білімді. Бірақ понимание енді келді. Оказывается, Төребек ағай бізге жұмысыңды тастап кет емес, рахаттанып жүріп істе. Әйел рахаттанса, ол күйеуіне кайф бере алады. Бала шағасына мейірлене алады. Айналасына күліп қарай алады. Ал күліп қарап жүрген, мейірленіп қарап жүрген, күйеуімен от души секспен айналысатын адамның әйелдің энергиясы көп. Ондай әйел жұмыс істемесе де просто күйеуі болған тауып береді. Қанша мысалы үшін мен қарап, біздің үйде мысалға мен күйеуім табыстапты де, мен қиналып, ашуланып, бүкілінің берекесін алып, жынданып жүріп таптым. Күйеуім де тапты. Бірақ мен ақшам берекесі жоқ та. Мен мақыл қазір сәл табысым азайса да, зато мен рахаттандым, зато мен күйеуім ұшып жатыр да. Аллаға сансыз шүкір, күйеуім потолоктарды жарып жатыр да. Мысалы үшін ше, маған не одан азабым, маған күйеуім көйлек әперіп жатса, мен күйеуім қыдыртып жатса, күшті подаркілер сыйлап жатса, мен не аламын яқта пиндоды өтіп, нерв болып, мысалға да. Сол сияқты, сол понимание кейін келеді да. Қазір алып, мен наны білем деп жүресіңдер да. Бір күні Құдай миларыңа тақ еткізеді, сол кезде мына Айдана айтқан еді ғой деп, понимание келген кезде сезімді айтайын ба сендерге, бабочка в животе болады. Өткенде осы проработкалар барлығын өзімен 2 ай бойы жұмыс жасаған кезде, кейін квантовый скачоктың сабағын қайттан көрген кезде, барлығын по полочкам четко түсініп тұрмын ғой. И квантовый скачокта полный поле ашық, ешкімге ренжімейсің, өкпе жоқ, ешкімді көремін, реально ашықсың да. И билеп жатырмын да, газдың жанында шай қойып тұрып билеп тұрсам, балам, мама не отызға дейді да. Ештеңе болған жоқ, мен сені жақсы көремін деп қоямын да. Сосын қыздар, осы нәрсені мен кеше инсайт алдым. Не, айтайын ба, айтпайын ба? Че-там қатып қалдыңдар ғой? Үндерің өшіп қалды ғой. Кайфпен айтып отырмын ше, сендерге рахаттанып тұрып ше. Кеше келді осы инсайт. Әйел адам көйлек киіп жүру керек екен. Көйлек киіп жүрген кезде не үшін екенін айтайын ба? Әйел адам көйлек киген кезде, көйлек киеді ғой, бүйтіп төгіліп, жалп етіп елпілдеп жүреді. Көйлек деген елпілдеп жүрген кезде энергиясын шашып жүреді екен.
бала шағасына үйде жүрген кезде, особенно көшеде емес, үйде. Біз халат киеміз ғой, енді мен Құдай қаласа күйеуім келсе көйлек киіп жүремін, енді халат кимейін деп шештім. Сол инсайтты кеше алдым. Түнде сағат 2-де жаттым деген себебім 2-ге дейін сондай сабақтар, сондай әңгімелер, көркем әңгімелер естідім да. Сосын ғой уже сендермен бөлісіп жатқам. Көйлек киген кезде прям мен қалай осы квантовый скачок әйелдік энергетиканы сезіп, бүкіл ауыртпашылықтың барын, бүкіл үйдің тірлік жүгінің барын күйеуіме берген кезде, даже мен қазір айтам күйеуіме, енеме де айтам, қош мен андай не алғым келеді, үйге повар алғым келеді, няня алғым келеді, ертең үй алсақ, ертең үй алатын болсақ, үй салатын менде обязательно болады. Себебі мен бытовухамен өзім шаршатқым келмейді. Мам, кайфов, әдемі көйлек киіп алып, рахаттанып, күйеуіме, сен, күйеуіңе мотивация қойсын, сен қолынан келеді, сен суперсің, күштісің, саған сенен бір нәрсе айтса, сен неме уайымдап отырсың, сен номер 1-сің ғой, білесің ба? Мен номер 1 өтіп кетеді да, андай кәдімгідей да, андай. Бірақ қыздар, бір нәрсе бар, күйеуге өтірік істемеңдер, от души беріңдер, от души. Мынандай нәрсе, күйеумен сөйлескен кезде де от души беріңдер. Ол арам күйеу деген, күйеудің жақсылығы жезде де анау-мынау деген установкалармен алып тастаңдар. Күйеуге көзіне, менде жаман әдет көзге қарамайды екем да. Осы Мальдивке барғанда көзге қарауды үйреніп келдім. Көзіне қарайсың да, мен саған сенемін, сен біздің асыраушымызсың, саған ризықты, бүкіліміздің ризығымыз сен арқылы келеді бізге. Білесің ба, сен қолыңнан бәрі келеді жаным, сен деп анаған мотивация берген кезде, оны ауызбен әлі дей бермеңдер, түнде жатқан кезде де кекстеріңді от души беріңдер. Даже өтірік тяп-ляп берген түнгі темаларың ол оған әсер етпейді. От души. Сөйлесесің ба, көзіне қарап от души. Мен осы 2024 жылға қойған мақсатым балаларыма вообще айқайламау. Өткенде екеуміз сөйлестік та, күйеуім екеуміз сол кезде маған айтады. Айдана, сен барлық жерің жақсы, мен сені жақсы көремін дейді да. Бірақ маған бір нәрсе ұнамайды дейді. Не нәрсе деймін ғой? Енді мына жерге мен сендерге Камасутра көрсетпейтін шығармын. Сауаттарың бар ғой, 990 деген небір курстар бар, соған жазылыңдар. Енді мына жерде шешініп көрсетпейтін шығармын. Шли андай требовать ете бермеңдер да. Шли жекеттерді требовать. Ақ көңілденген кезде сұрап алыңдар, тырысып қалған кезде мен нервыма тимеңдер. Короче, күйеуім айтады маған, сенде бір жаман нәрсе бар, соны түзесең вообще супер боласың дейді. Не нәрсе десе, көп адамдар жазып отыр ғой, 24 жылға маған ақша керек, үй керек, байлық керек деп. 24 жылға мен өзіме балаларыма вообще дауыс көтермеймін деп өз-өзіме солай қылдым. Сондай мақсат қылдым да, өз-өзіме. Қазір бұрында енді көп бала әйелдер түсінеді ғой, бір балаң жылап жатқан кезде бір балаң бірдеңе істеді, бір балаң бүлдіреді, анаған автоматом айқайлап жүресің да. Сен автоматом айқайлаған кезде сен квантовый поледа ұшып жүресің ғой, рахаттанып, бабочка жібер, рахаттанып жүрген кезде, сен айқайлап қойсаң, анау жабылып қалады да, поток жабылып қалады да. Сөйтеді да, сен потогың жабылса, сондай ғой, бәріміз ұрсып қоя береміз, идеальный боламыз. Именно сол балаға мен балдарға ұрыспаймын деп ше. Мынандай, мен Мальдивке барған кезде мынандай нәрсені үйрендім ше, қыздар. Мальдивке барған кезде мен психологым айтады ғой, әйел ведун да. Ведун деген нәрсені мен сол Мальдивте түсіндім ғой. Әйел жаңағыдай квантовый альфа состояние, рахаттан жүр ғой, енді кайфово жүр да әйел. Табысты да, ақша табатын болса да кайфпен табады, рахаттан жүр табады, бала шағасымен рахаттанып, отношения күйеуімен. Қазір мысалға сен рахаттан жүрген кезде енең саған бірдеңе деп ұрсып сөйлеп жатса, оның сөзі саған өтпейді деген ше. Мысалға бұрында апам қазір де маған ұрыспайды емес, ұрсады ғой. Ана өйтіп қылмайсың, не қылып отырсың деп. Мен вообще әсер етпейді да эмоцияма ше. Әйел адам сондай рахат сезімде жүріп, күйеуінің көзіне қарап мотивация береді, түнде сексын күштілеп береді, плюс ол сондай состояниясы мощь болып, энергиясы мощь болып тұрған кезде, күйеумен қосылған кезде, ана күйеу ұшады екен да, негізінде ше.
түсіндіре алдым ба ана нәрсені ше? Ағамдық. Ұрыспайтын болсаңыздар күшті ғой. А? Ағамдық. Ұрлап алған жоқсың ба? Ұрлап алып масқара болып қалма. Ағамдық ағамдық. Ойбай, ағаң кім еді сен? Әлихан. Ойбай, Әлихан да. Сон ана көбісі айтады ғой, еркектердің ана мықты еркектің алдында емес, артында дейді да. Ақылды әйел бар дейді да. Энергичный әйел бар дейді да. Ол қалай әйел энергичный болады? Мен сендерге оны айттым екінші сабақта, кешегі күннің сабағында тұру. Қалай ішіңдегі қоқыстарыңнан тазалайсың? Сен қашан бүйтіп гармонияда рахаттанып жүрген кезде, рахаттанып жүріп күйеуіңе мотивация берген кезде, рахаттанып күйеуіңмен қосылған кезде, әйел мен еркектің контакты через матка арқылы ғой. Екеуі қосылады, қосылған кезде сендегі нәрсе күйеуіңе автоматом беріледі да, күйеуің қалай ұшқанын білмейсің. Сосын қыздардың, әйелдердің мотивациясынан көрі еркектер мотивация алса, олар тез ұшады. Себебі біздің миымыз каша ғой, оларда четкость бар да, нақтылық бар. Нақтылықпен олар тез көтеріледі. Сабақ түсінікті болды ма, қыздар? Короче, мен бұрында ойлайтынмын. Не үшін кейбір әйелдерге күйеулер подарка бере береді. Біз сияқты красавица, умница, ақша тауып атқан, супер-пупер бизнес-ледиге неге ақша күйеу подарка бермейді да? Неге? Үйінде отыратын, шаштары май-май болып, ешқандай нәрсемен айналыспайтын әйелдерге не үшін подарка күйеулер бере береді деп ойлайды ғой көп адам ше. Оның сыры осыда екен да. Әйел мақұл ол үйде отырса да, ештеңе бітірмесе де, күйеуіне, даже ондай әйелдердің үйінде нянясы бар, үйінде поварлар бар, домработницасы бар. Сондай әйелдер біріншіден күйеулеріне мықты сенім береді. Сенімді өтірік бермеңдер. Өтіріктерің өтірік өрге баспайды, бір күн осы бір күн маскаларын шешіліп қалады да, мамаларыңа жамандап отқан жерлеріне ұсталып қалып, күйеулерінің алдында өз авторитеттерін өздерің шашпаңдар. Бересің ба, от души бер. От души мотивация. Сен қолыңнан келеді, мен сені жақсы көремін. Сенем саған. Алла тұрған кезде ештеңеден қорықпа. Мен сені әркез қолдаймын деп бересіңдер, түнде жақсылап бересіңдер. Сендегі энергия күйеуіңе автоматын барады да, олар сол техниканы қолданғандықтан күйеулері олардың ұшады екен да. Біз ондай нәрсені, ойбай мен бұны білем ғой, дейсің да, істемейсің да. Сен істемейсің, себебі сенің неқта жұмысыңмен, әр нәрсемен, өсекпен, телесериалдармен, қалаулымен миың ашып отыр да. Күйеуіңе келген кезде қой отыршы дейсің да. Күйеуіңмен қосылып атқан кезде де, сөйлесіп атқан кезде де, ойыңда айдаладағы бір подружкаң сөзі, сондай нәрселер ойыңда тұрады да. Сосын энергиялық тұрғыда ол күйеуге беріледі. Күйеуің қарайды да, не до тебя деген сияқты тема ғой. Ал сен күйеуіңе беріліп, рахаттанып, от души, істесең от души, кексті істесең от души өзіңе де пайдалы ғой. Не только күйеуіңе, өзіңе от души саған да пайдалы да. Сол үшін де күйеулерге ақша келеді. Енді қараңдар, саған дәл қазіргі таңда ақша табу маңызды болды ма? Осы темалардан кейін. Комментарийларыңыз не? Азанда алатын шығарсың? Азында біз қалаға барамыз, білесің ба? Ертең мен құрбы шайым бар, отырсыңдарсыңдар, қыздар, қорытындылайықшы. Осы ақпараттардан кейін де сен ақша табуға деген желаниең не қылды ма? Қалды ма? Өзің ешек қылып тапқанша, лучше біреуді ешек қыласаған жақсы ғой деген тема ғой. Мәнім біреу естіп қалмасы паталық қой. Комментарияларыңызды оқыш, не істеп жатсыздар? Өлә, Гүлжайна, күйеуіме балдарыма айқайлаған ұнамайды екен. Шок жаңалық. Айдана Абырайдың күйеуіне, Абырайна Айдананың балдарына айқайлаған ұнамайды екен деп қойса.
Құршыншы кім айқайламайды? Айқайлайсың ғой. Қойсай, не болды сонша дейсің ғой. Соға айқай. Сонда даже күйеуге балдарына вообще айқайлаған да ұнамайды екен да. Прикинь. Енді сен вообще айқайламасаң, өлә, Святая Мария болайын деп тұрсың ғой. Алланың қалауымен. Қыздар, фокус сабағында квантовый скачокты айтасыз ба? Жандарым, квантовый скачокты сендерге и так та айтып отырмын ғой. Не айтып отырмын? Қай жақтарымен тыңдайсыңдар осы сендер? Иә. Маған да осыны түсінген кезде көзімде от пайда болды. Осыны түсінген кезде мен ақшаны қоймайтын болдым да. Ақша өздеп кетті. Ақша күйеуім арқылы. Какая разница, күйеуің арқылы келді не, сен арқылы келді не. Даже мен қазір бұрында төркініме барсам, өзім анау-мынау алып баратынмын ғой үйге. Продукты, енді құр қол бармайсың ғой. Қазір осы техникаларды қолданған кезде қазір күйеуім апарады да, мен ештеңе апармаймын. Күйеуім айтам, ана магазин кіріп ала салшы деп. Хотя өзімде ақша бар. Ол өзі аттыршы да. Мама, какой? Это бенесо. Жоқ, не үшін көреді? Ол сабаққа қатысқан жоқ қой. Ақша маңызды ма, қыздар? Шаршап, ешек болып тапқан ақша маңызды ма? Әлде просто на расслабоне бәріне энергияң төгіп, көйлегіңді киіп алып, бұлай да жүріп, өзіңе қарап, рахаттанып, бала шағаларыңа, ой, сен молодецсің деп, күйеуіңе сен көштісің деп қойып, соған мотивация берсең, саған ол. Сен просто кайфовать етіп жүресің. Негізі біз бастан әйел адамның жаратылысы просто рахаттан әйел болып жүру. Просто рахаттан. Ал қалғанын айналасындағы адамдар істеп береді. Иә, дұрыс жолда отырсыз, Сабыржанова, зор отырсыз. Үштіп отыра беріңіз. Просто үйде отырдым деп өз-өзін тастап жүрмеңіздер, да? Үстіп курстар алып отырыңыздар, дамыңыздар. Күшті киімдер алдырып алыңыздар. Анда-санда киноға, анау-мынау. Сосын ше, күйеулеріңізбен оңаша киноға, гостиницаға оңаша қалып бір. Помада ғой? Айына бір рет хотя бы встреча ұйымдастырып тұрыңыздар. Біз Мальдивке барған кезде балам ол мату помада ғой. Романтикалық ужин болды ғой. Анан айтамайым ғой. Сезімдер басқаша да, сезімдер ше. Осы ақпараттың бәрі қыздар квантовый скачок қой, жандарым ау. Күшті, ақша тақырып. Мен де любой жерге барғанда ақша тақырып бар ма деп, ақша ғой, әйел. Негізі, қыздар, біздің табиғатымыз кайфово ғой, кайфово рахаттан жүріп, рахаттан өмір сүру да, ол бірінші де. И сосын біздің нәпсіміз ақша. Біздің нәпсіміз ақша болғандықтан біз ақшаны қалаймыз. Бірде 45 секунд қапты. Қазір 1 минутта эфирді аяқтаймын. Ал еркектің нәпсісі әйел. Әйел, когда женственный болып, балаларына айқайламай, өз-өзіне қарап, күйеуіне от души берілген кезде, ол тоқал, анау-мынау ештеңені ойламайтын болады. Ол тек қана сені ойлайтын болады. Түсінікті ма, қыздар? Ондай болса, Алла разылығы үшін мүмкін болса, күшті отзывтарыңыз жазып жіберіңіздер. Осымен бүгінгі біздің эфиріміз аяқталды. Дұрыс, әйел адамға секс өте маңызды. Оған да маңызды. Мынандай ғой, екі адамға да маңызды ғой. Күйеуіме маңызды, маған маңызды емес деген нәрсе емес қой. Өлә. Aynen öyleydi. Прямойды осып қойған қалай кетті? Соңғы эфирді позитивпен айналдық қой, қыздар.
еркектің рөлін алмаңыздар, еркектің рөлін өзіне беріңіздер. Еркектің, әйелдің өмір негізі рахат болса, еркектің несі жаулап алу, еркектің нәпсісі әйел, әйелдің нәпсісі ақша, просто кайфово, соны түсініңіздер болды. Давайте, зор